Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Қорқыт Ата кітабы. Алдымен мұнда бірінші Қорқыт туралы аңыздармен деректерге тоқталып өтеміз. Одан кейін мына Қорқыт Ата кітабының табылуы, оның зерттелуі. Алдымен шетел ғылымында зерттелуі, одан кейін қазақ әдебиеттану ғылымы жөнінде зерттелу жөнінде тоқталамыз. Одан кейін осы кітаптың жалпы мазмұны, құрылысы, образдар жүйесі, осындағы өсетін ақыл сөздері Қорқыт Атаның, ондағы ежелгі түріктердің әдет ғұрып салт дәстүрлерінің бейнеленуі және Қорқыт Ата кітабының түркі халықтарының мәдениеті мен әдебиет тарихына алатын орнына тоқталамыз. Алдымен Қорқыттың өмірі туралы аңыздар мен деректерге тоқталатын болсақ, өмірі туралы мындай деректер бар. Қорқыт Ата түркі халықтарының ортағылы ойшыл, жырау, қобызшы, өмірде ізі артында музыкалық мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт Атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар айтылып жүр. Алайда зерттеушілердің көпшілігі Қорқыт Ата Сырдария бойында өмір сүрген Оғыз Қыпшақ тайпалық бірлестігінде 10-шы ғасырдың басында дүниеге келген тұжырымға сәтті. Қорқыт Атаның өміріне қатысты деректер Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарих кезінде Әбілғазының түрікше жүйесінде айтылады. Бұдан кейін 19-шы ғасырда Әбубәкір Дибаев тағы басқа ғалымдар өз еңбектерінде өміріне қатысты, аңызына қатысты деректер айтқан болатын. Қоңыратбаевтың зерттеулерінде Қорқыт Ата 11-ші ғасырдың басында дүниеге өткенде десе, Марғұланның еңбектері ол 7-8-ші ғасырларда аралығында өмір сүргендігі деп айтылады. Міне көріп отырғанымызда Қорқыт Атаның өмір сүрген кезеңі туралы деректердің әрқилы екендігін көруімізге болады екенді. Аңыздық деректерде 95-195, кейбір деректерде 4 жыл жас жасаған деп өлім туралы да әртүрлі айтылады. Қорқыттың аңыздарда мәңгі өмір сүретін жанға жайлы жер іздеуші, өлімнен қашып өлмес өмірді іздеуші Қорқыт Ата мәңгілік өмірді өнерден тапқан болатын. Қорқыт қобызды алғашқы жасаушы күйші, сазгер, күйшілігі туралы да көптеген аңыздар халық арасында кең тараған. Оның бірнеше күйлер осы Қорқыттың күйлері деп айтылып жүргендігін ескеруіміз керек. Белгілі ғалым Шоқан Уәлихановтың пайымдауынша түсінде Қорқыт Атадан аталған Қыпшақ Қойлыбай бақсы шамамен 15-ші ғасырдың аяқ шенінде өмірге келген. Оған атақты бақсы Тәуіп Сәуіп қобызшы ретінде есімінің алпалышқа кеңінен танылған кезден 15-ші ғасырдың алғаш ширегі. Қойлыбайдың бақсыларын бақсы әрі пір деп бағаласа, Қойлыбайды Әлкей Марғұлан Қорқыттың қобызын, оның сарынын ең алғаш мирас еткен кісі Қойлыбай бақсы дейді. Кезінде Мағжан Жұмабаевта Шоқанның зерттеулерін негізге ала отырып Қойлыбайдың қобызы атты дастанында жазған болатын. Аңыздар бойынша Қорқыттың дүниеге келуі туралы әртүрлі болып сипатталады. Ол анасының құрсағында 3 жыл бойы жүріпті дейді аңыздарда. Сол жылына бір рет толғақ қысып отырады екен. Қорқыт дүниеге келгенде келер алдында әлемде 3 күн 3 түн бойы көзге түртсе көргісіз қараңғылық басып, сұрапыл дауыл соғып, ел жұртты қорқыныш сезіп билеген екен дейді. Осыған байланысты ол дүниеге келгенде баланың аты Қорқыт деп қойылған екен дейді. Жалпы Қорқыт сөзінің этимологиясын Әлібек Қоңыртаев адам құта келетін адам деп көрсетсе, сейіт қасқа басып өмір сарқылды, адам өлді деген мағына білдіреді деп санайды. Едіге Тұрсынов түркі халықтарының фольклорына сүйене отырып, дада, деде деген сөздерді насихат айтушы жырау деп түсіндіреді. Ал белгілі ғалым Жирменский Қорқыт Атаның магиялық аспап қобыздың иесі шаман абыз ретінде қарастырған болатын. Қорқыт Ата қайтыс болғаннан кейін қабырғасына күмбез салынады. Ол кейінірек бұрынғы халық аңыздарын ескере отырып, мына суретте көрсетілгендей етіп, қазіргі Қызылорда облысының Қорқыт станциясына қашық емес жерде осы ескерткіш орнатылды. Бұл Қорқыт Атаның жырлары, өсетін ақыл сөздері кейінірек Кавказ жерінде шамамен 15-ші ғасырларда проза түрінде хатқа түскен. Қорқыт Ата кітабы 7-8-ші ғасырларда кейбір одан да ертеректе туған жыр аңыздардың уақыт бедерінен біраз өзгеріп жеткен
хатқа түскен түр деп айтуымызға болады. Қорқыт Атаның қазіргі кезде бізге негізгі екі нұсқасы болып отыр. Оның біреуі Германиядағы Дрезден қаласында кітапхананың сирек қолжазбалар орнында сақталса, ол кітап сақталған. Оның кітап Қорқыт Атаның Оғыз тайпасы тіліндегі кітабы деп аталады. Бұл нұсқа оған 2 жырдан тұрады. Екінші нұсқасы Ватикан нұсқасы, Аристотелька кітапханасында сақталған. Бұл 6 жырдан тұрады. Дрезден нұсқасының 8 жырын неміс ғалымы Дис 815 жылы неміс тіліне аударып жариялады. Бартолд 20-25 жылдары түгелдей орыс тіліне аударған болатын. Бұл аударма ғалым қайтыс болғаннан кейін академик Жириновский Комстардың редакциясымен 62 жылы книга моего деда Қорқыта деген кітаптан басылып шықты. Арасылы 1950 жылы Бакуде Деде Қорқыт деген атпен шығарды. Қорқыт Атаның зерттеулеріне Самойлов, Вильямин Зернов, Дивай, Коровлы тағы басқа ғалымдар өз үлестерін қосты. Стамбул университетінің профессоры Эргем Мұхаррем толық мәтін латын әрпімен транскрипт жасап бастырып шығарды. Бұл екі нұсқасынан бөлек және екі нұсқасы бар екендігі жөнінде айтылады. Бірақ сол Берлин нұсқасы деп айтылып жүрген нұсқа Дрезден нұсқасының көшірмесі. Соңғы кездері ғалымдар Түркиядан Женева нұсқасын табылғаны жөнінде айтылып жүр. Бұл нұсқа қазір зерттелу үстінде. Қазақстан ғалымдарының Қорқыт Ата кітабын фольклортану, әдебиеттану ғылымы тұрғысынан зерттеу аудару ісіне Марғұлан, Қоңыратбаев, Бәйділдаев, Ысқақов, Ыбыраевтар белсене атсалысты. Немат Келімбет, Мырзаты Жолдасбеков, Шәкір Ыбыраев, Тынысбек Қоңыратбаев тағы басқа еңбектерінде зерттелді. Кітаптың 1000 жылдығы 1999 жылы ЮНЕСКО тарапынан халықаралық деңгейде атап өтілді. Қорқыт Ата энциклопедия жинағы жарыққа шықты. Алғаш рет Қорқыт Ата кітабын фольклортанушы Мардан Бәйділдаев пен әдебиеттанушы фольклортанушы Әлбек Қоңыратбаев 86 жылы және Ысқақовтың аударуымен 1994 жылы қазақ тілінде жарық көрді. Бұдан белгілі ғалым Шәкір Ыбыраевты аударып қазақша жариялады. Қорқыт Ата кітабы жалпы 12 жырдан тұрады. Дрезден нұсқасы бірінші хикая, яғни бірінші жыр Дерзихан Бұқаш туралы жыр деп аталса, екінші жыр Салар Қазаның үйін жоқ жапқан туралы жайындағы жыр деп аталады. Үшінші Қамбұра ұлы Бамсы Берік жөніндегі жыр. Бұл осы жыр Алпамыс жырымен өте ұқсас. Ғалымдардың пікірі бойынша Алпамыс осы жырдың бір түрі. Қазақтардың әдет ғұрып салт дәстүрлері көп бейнеледі. Келесі 4-ші Қазанбектің баласы Оразбектің тұтқынға түскен туралы жыр деп аталса, 5-ші Тоқағу жаулы Ер-домырлы туралы жыр, 6-ші Қаңлы-қожа баласы Хан туралы, 7-ші Қазылық-қожа баласы Жүгінік туралы жыр. Келесі Бисаттың Төбекөзді өлтіру туралы жыры, 9-ші Бегілі Әмірен туралы жыр, 10-шы Үшін қожаулы Секірек туралы жыр, 11 Салар Қазаның тұтқынға түсуі және оның ұлы Оразын босату туралы жыр, 12-ші сыртқы оғыздардың ішкі оғыздарға қарсы шығу және Бамсы Беріктің өлімі туралы жыр деп аталады. Жалпы осы 12 жырдың құрылысы жөнінде тоқталар болсақ, кітаптағы жырлар хронологиялық тәртіппен орналаспаған. Жеке дастандары кейінірек құрастырса керек дейді зерттеушілер. Өлең жолдарындағы буын саны 3-тен 6-ға дейін өзгеріп отырады. Қорқыт Ата кітабының сюжетіне негіз болған қаһармандар негізгі атақты жырау ұлы күйші ақылы Қорқыт Атаның өзі болса, бірінші бектердің, келесі бектердің бегі Қазасалар батырды ақылды Бөрте сұлу, оның ұлы Оразбек Бамсы Байрақ, Ер-домырлы батыр Бисат күш-қуат өзінен кем түспейтін қалыңдық іздеген Қан төрелі Ерекенек туралы басты қаһармандар саналады. Сонымен бірге жырда Бекіл мен оның ұлы Әмірен, Ағалы Екірек пен Секірек батырлардың, Баяндыр хан, Дерсехан, оның баласы Бұқаш тағы басқа жарқын бейнелер жасалған. Көркемдік ерекшеліктеріне тоқтала кетер болсақ, дыбыстардың үндесуі, мақал мәтелдер, теңеулер, эпитеттер молдан аңдығын көруімізге болады. Осы кітаптың кіріспе бөлімінде Қорқыт Атаның өсиетнамалық сөздер жинақталып берілген. Онда былай деп жазылады: Баят руынан шыққан Қорқыт Ата дейтін білікті сәуегей адам болыпты. Тәңірі зердесінсіз алған соң оның барлық болжамдары қатесіз болған.
Оғыз тайпаларында қорқыт ең қиын деген мәселелерді шешкен. Қандай ғана қиыныс болмасын, қорқыт кеңесін албай ел ешбір жұмысқа қол ұрмаған. Ел оның барлық өсиетін бұлжытып орындаған дей келіп қорқыт атаның нақыл сөздерін келтіреді. Бұл нақыл сөздер түгелге жоқ қазақ мақал елдерінде бүгінге дейін айтылады. Мысал келтіре кететін болсақ, мысалы, құмды қанша үйменен төбе болмас, күнге сарпайы шапан жапқанмен бәйбіше болмас. Тозға мақта бөз болмас, ел болмас. Ұлдың кімнен туған анасы білер, иесінің исін ат білер. Ол атадан көрмейінше үлгі алмас, қызына анадан көрмейінше үлгі алмас. Тәңірі бермейінше ер байымас. Тәкаппарлықты тәңірі сүймес, өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ол атаның ері ек өзінің бір дейді. Қорқыт ата кітабында ежелгі түркілердің әдет ғұрып салт дәстүрлері молынан көрініс тапқан. Мысал ретінде айта кететін болсақ, перзент балаға ат қою, перзентті тәңірден тілеу, ас беру, құда түсу, ата-ананы құрметтеу, әйелді теңіз санап ақылдасу, жоқтау үлгілері, ұл қыздарды тәрбиелеу мәселелері, ар намысты, ерлік, батырлықты бөлімнен де жоғары қою, сүйген жарға сүйіспеншілікпен адал болу, елдің тәуелсіздігі, әділетсіздік пен зұлымдыққа қарсы күрес, тағы басқа мәселелері қай кезде де маңызы жоймайтын құндылықтар болып саналатындықтан, оның тәрбиелік мәні күні бүгінге дейін кеми қойған жоқ деп айтуымызға болады. Жалпы Қорқыт ата кітабы түркі халықтары мәдениеті мен әдебиетінде, тарихында алатын орны өте зор. Оның адамгершілігі асыл қасиеттерді арқау еткен жырлары кейінгі ұрпақтарында тәрбиелеп өсуіне, жыраулар мен ақындар шығармашылығының дамуына игі әсерін тигізді. Осы жырлар арқылы біз өткен дәуірлердегі ата-бабаларымыз салт дәстүрлерін, дүниетанымын, рухани тарихын танып білеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.